Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Әңгімені тыңдамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыра отырыңыздар. Айым, сөйлесейікші, деді Талғат көзін көтерместен. Даусы тұншығып шықты, өз-өзіне сенбегендей. Мен басқа елді сүйемін, кешір. Ол қол жуғыштың жанында тұр еді. Қолындағы шынаяқ суға сырылдап тиіп жатты. Бірнеше секунд үнсіз қалды да, ыдысты асықпай шайып, сөреге қойып, қолын сүлгіге сүртті. Қимылдары баяу, ойға шомғандай тыныш еді. Тек содан кейін ғана ешбір күйзеліссіз бұрылып, жақсы, сүйсең кет деді. Көз жасы жоқ, айқай жоқ, қарапайым ғана сөздер. Бүкіл өмірі қирағандай емес, жай бір тұрмыстық әңгімеде естілді. Мен сені ренжіткім келмеді, деді ол. Алғаш рет әйелінің жүзіне мұқият қарап, ондағы шаршауды анық байқағандай. Онда ренжітпе, жөнін тауып, абыроймен кет, деді айым, тым сабырлы үнмен. Оның ішінде бәрі қысылып, жанын ұят басқандай болды. Әйел үстелге келіп, үлкен керамика ыдысқа шай құйып қарсысына отырды. Біз қаншама жыл бірге болдық, ұлымыз өсті, үй тұрғыздық. Сен еңбек еттің, мен қолдадым. Қиындық та, қуаныш та бірге өтті. Бәрі бекер емес еді. Талғат иығын түсіріп үнсіз отырды. Үйді ала қой, маған ештеңе керек емес. Тек бір ғана өтінішім бар, деді ол ақыры. Шайдан бір ұрттап, шынаяқты қойып, тура көзіне қарады. Анамның туған күніне бір ай қалды, 70 жас. Ол сені өз баласындай көреді. Мен ажырасқанымызды оның білгенін қаламаймын. Маған бір сый жаса, осы бір ай жанымызда бол. Айқайсыз, шусыз, отбасы сияқтымыз деп. Дастархан басында жымиып отыр. Сүйікті бәліштерін әкел, оған көмектес. Сосын кет. Мен сені ұстамаймын, тек мерекесін бұзба. Талғат басын изеді. Ол бұл әңгімеге дарға асылғандай келген еді. Көз жасқа, айқайға, ыдыс-аяқ сынығына дайындалған. Бірақ алдына шыққан тыныштық, сабыр және соңғы. Бірақ сондай адами өтініш еді. Сен бәрін шешіп қойдың ба, деп сұрады ол жай дауыспен. Я, бүгін емес, деді Талғат. Бірақ іштей әлде қашан мойындаған. Айым қайтадан кружканы қолына алып, керамикадан жылу сезінді. Терезе сыртында сирек жауатын мамыр жауыны тамшылап, терезе алдына соғылып тұрды. Әр тамшы сарқылған махаббаттың дыбысындай естілді. Бәрі тыныш, үйреншікті, сенімді. Ол қайтадан бәрі өз орнында тұрған жерге оралғандай. Ештеңені дәлелдеудің, сыр берудің қажеті жоқтай сезілді. Ол үйге гүл әкелуді бастады. Әдет үшін емес, жүрек қалауымен. Әуелі қарапайым түймедақтар, кейін айым жастық шағында жақсы көретін салтанатты раушандар. Айым оларды үнсіз қабылдап, сәл жымиып қана қоятын. Қол қимылы әдеттегідей, бірақ көзқарасы басқа еді. Мұқият, терең. Әр сәтті жүрегіне түйіп алғысы келгендей. Ол күйеуінің сүйікті тағамдарын әзірлейтін. Бала кезіндегі анасыныкіндей картоп қосылған ет, немесе Талғат ешқашан бас тарта алмайтын алма бәліші. Кейде айым оған әдеттегідей ұзақ қарайтын, әр қыры мен жылдар қосқан
әр әжімін есте сақтағысы келгендей. Сен жақсы көрініп тұрсың, деді бір күні Талғат кешкі ас үстінде. Жұмсақ жарық түсіп тұрған үстелден көз алмай. Рахмет, деді Айым сәл жымиып. Тек тым мұқият қарама, шаршаудан бетім толы әжім болып кетеді. Талғат ұзақ уақыттан бері алғаш рет шын жүректен күлді. Сол күлкі олардың арасында көпір салғандай болды. Бұрынғы кездердегідей бәрін айтып, ештеңеден қорықпайтын шаққа. Айым оған сәл таңғала қарады. Бірақ көзінде шынайы қуаныш жылт етіп, артынша баяғы ойлы үнсіздігіне ауысты. Ол қасықты қойып, иегін қолымен тіреп, терезеден қарады. Қараңғыдан ағаш бұтақтары баяу тербеліп тұрды. Сол сәтте Талғатта ерекше кінә сезімі оянды. Белгілі бір нәрсе үшін емес, барлығы үшін бірдей. Әйелінің әдемі үнсіздігін, оның бар болуы үйді тек әдет қана емес, әлде қайда үлкен жылулыққа толтыратын бұрын байқамағаны үшін. Көптен күткен анасының мерейтой күні келді. Дайындыққа апта кетті, бірақ бәрі мінсіз өтті. Үй ерекше жылылықпен жарқырап тұрды. Шамдар жай жанып, үстелде сүйікті гүлдер жайнап, ауада жаңа қайнатылған кофе мен Айым түн бойы пісірген тәттілердің иісі тарады. Қонақ бөлме толы болды. Туыстар, ескі достар, көршілер, барлығы да оны мейірімді, дана ел ретінде білетін. Құттықтаулар толассыз айтылып, тостар кезекпен көтеріліп, күлкі мен қуаныш ерекше бірлікті сездірді. Талғат шампан бокалын қолына алып, дастархан басында сөз сөйледі. Ол әдетте көпшілік алдында сөйлеуді ұнатпайтын, бірақ бұл жолы сөз өзінен өзі ағытылды. Оның жүрекке жеткен сөздері бәрін тебірентті. Ол ортасында отырған, жүзінде күлкі, көзінде нұр бар енесіне қарап, оны екінші анасындай атады. Даусында мақтаныш, ризашылық пен шынайы жылулық қатар естілді. Ол оның әрдайым қиын сәттерде жанында болғанын, фирмалық борщ пісіруді үйреткенін, жұмысы жүрмей тұрғанда жігер бергенін, бір ауыз сөзбен кез келген ауыр жағдайды жеңілдеткенін еске алды. Сіз біз үшін жай ғана ен емессіз, деді ол, дауысы толқып. Сіз отбасымыздың жаны, бәрімізді жақсы қылатын жансыз. Барлығы үшін рахмет. Қонақтар қол шапалақтады. Әдетте сабырлы ене көз жасын жасыра алмады. Көздері алғыс пен мейірімге толып, шам жарығында жарқырады. Ол орнынан тұрып, Талғатты құшағына алып, құлағына сыбырлап айтты. Айым сенің бақытың, балам. Оны жоғалтпа. Ондай әйел бір-ақ рет беріледі. Бұл сөздер найзағайдай соқты. Талғат сілейіп қалды. Не айтарын таппады. Тек басын изеп, ішінде әлдене қозғалғанын сезді. Ескі құлыпқа кілт салғандай. Бұл жай ғана сәттік сезім емес еді. Ол анық түсінді. Айым өзінің тыныш, күш қайратымен ең қараңғы күндерде де жылулық сыйлай білетін мінезімен оның өмірін тіреп тұрған тірек екен. Көз алдына оның таңертең шаршағанына қарамай, дастарханды түзеуі, қонақтарға күліп қарауы, әркімге көңіл бөлуі елестеді.
Сол сәтте басқа елдің бейнесі жақында ғана маңызды көрінген сағымдай сейіле бастады. Талғат Айымға көз тастады. Ол шетте тұрып вазадағы гүлді түзеп жатты. Шаршаған, бірақ әдемі. Әдемілік көзге бірден түспейтін, жылдар өткен сайын ашылатын. Оның қимылдары жеңіл, мейірімге толы еді. Бұрын мұны байқамағанын, бәлкім байқамақсы келмегенін енді ғана түсінді. Ененің сөздері құлағында жаңғырып тұрды. Әйеліне қараған сайын жүрегін жылулық пен кінә қатар жайлады. Ол соңғы апталардағы Айымның сүйікті тағамдарын пісіргенін, гүлдерін үнсіз қабылдағанын, ойлы көзқараспен қарағанын, бәрі қоштасқандай екенін есіне алды. Бұл ой күткенінен де қатты ауыр тиді. Мереке жалғасып жатты, бірақ Талғат енді онда жоқ еді. Ол тек Айымды бақылады. Ескі достың әзіліне күлуі, шешесіне шай құйып беруі, алыстан келген жиенін құшақтауы, мұның бәрі сондай таныс, сондай қымбат еді. Оны мәңгі жоғалтып алам ба деген қорқыныш қысып әкетті. Енесі әлі көз жасын сүртіп, оған жымиып қарады. Көзқарасында емеурін бе, үміт пе, белгісіз бір нәрсе тұрды. Нені ойлап кеттің, деді Айым сыбырлап, бокалын ұстап әкеліп. Жай ғана, деді ол қиналып, бүгін сен әдемісің. Әйелі таңырқай қарады, бірақ үндемеді. Аз ғана жымиып қонақтарға кетті. Талғат қолында бос бокалмен қала берді. Ішінде бір нәрсе өзгере бастағанын сезді. Көзін тұмшалаған перде ыдырап, ол Айымды қайтадан әйел ретінде көрді. Бір кезде жан тәнімен сүйген, бәлкім әлі де сүйетін жан ретінде. Келесі күні таңертең Талғат оянғанда қасында ешкім жоқ еді. Үстелде бір жазба жатты. Ісім шығып кетті, кешке келемін, сүйемін, Айым. Ол кештің тезірек жетуін қалады. Әйелін құшақтап, кешір, сен менің үйімсің, бәрін қайта бастайық дегісі келді. Бірақ Айым кешке де, таңертең де келмеді. Түске таман ауруханадан қоңырау түсті. Сіз Талғат Ерланұлысыз ба? Жұбайыңыз жоспарлы отаға түскен еді. Онкология. Өкінішке қарай аман алып қала алмадық. Талғат телефонды қолында ұстап, естігеніне сенбеді. Әлем құлап түскендей болды. Бәрін Айым білген екен. Білген, бірақ бір ауыз сөз айтпаған. Тек оның өзін кінәлі сезінбеуі үшін. Жерлеуге барлығы келді. Әріптестері, көршілері, құрбылары, тіпті оның анасы да көз жасына ерік беріп, келінінің суретін кеудесіне қысып отырды. Ал Талғат үй алдындағы орындықта отырып, аспанға көз тігіп сыбырлады. Үлгермедім, кешір Айым, сен менің барым едің, бірақ мен соны бәрін қайтару мүмкін болмай қалған кезде ғана түсіндім. Құрметті оқырмандар, сіздерге бұл әңгіме ұнады ма? Егер ұнаса, ұнайды батырмасын басып, жазылуды ұмытпаңыз. Пікірлеріңізді де күтемін. Өз оқиғаларыңызды жазыңыздар. Мүмкін келесі әңгіме сіздің тарихыңыздың желісімен жазылар.